Мен қараймын, Саида, не болды сізге? Көңіл-күй жоқ сияқты. Оның үстіне кеше бір аяқ астынан сіздің ақпараттарыңыз шығып қалған еді. Соны түсінбедік біз. Енді өзіңіз үміткер қабылдауға дайынсыз ба негізі? Иә, Балауса ханым, үміткер қабылдауға толықтай дайынмын. Сол өмірімде болып жатқан мәселелерді айтып кеттім. Жай ғана сол. Ал не болып жатыр? Сізді мазалап жүрме? Қайтадан бірге болайық деген әңгіме болып жатыр мен тарапқа. Бірақ мен толықтай бүгін жоқ дедім, қарсы болдым. Ол кісі бала үшін сізбен қайтадан қосылғысы келе ма? Иә. Абылайхан не болды? Саламатсыз ба, Балауса ханым? Қалдарыңыз қалай? Баршаңызға сәлем. Кеше байқасаңыздар, Саиданың айтып қалғаны бар еді ғой. Негізі күйеуі дұрыс айтып отыр. Бала үшін қосылайық деген сияқты. Енді эфирге шыққаннан кейін қызғаныш деген де бар. Бірақ Саиданың айтқаны бар ғой, бүйтіп кеше естеріңізде ма? Вообще қайталамай қойды сол сөз содан кейін. Егер де олай ойын болатын болса, онда жобаға кел деп айтқаны. Естеріңізде ме солай айтқаны? Енді солай айтты Саида. Соны енді қайталағысы келіп отқан жоқ та, оны неге жасырып отыр? Значит, жүрегі бос емес, ол да қалауы бар деген сияқты ғой. Енді келіп түбегейлі тоқтаттым деп отыр да, оны қалай түсінеміз деген сияқты. Жобаға шақырып отыр да бір шетінен. Оны енді сіз әлі де сезімі бар сияқты жобаға шақырғанына қарағанда деп тұрсыз ба? Жоқ, былай олай емес, Балауса ханым. Кеше негізі бір сөздерден арасынан естідім, бірақ мен нақты солай ма тіпті ойланып түсінген де жоқпын. Сіз шақырдым деп айттыңыз ба, Саида? Өз ойымды нақты жеткізе алмай қалдым. Бір мәселе, сол мәселе туралы сөйлегін келсе, маған жазба дедім. Осы жобаға келіп, осы жерде айтарыңды айт, осы жерде шешейік. Айтарыңды айт, осы жерге деп айтқанмын. Жоқ, негіз Баласаған ол жерден андай әңгіме болды да, естідік қой барымыз. Шынымен бір айтты да қайталамай қойды. Қайтадан қосылғың келсе, осы жобаға кел деп айтып едім, ол қарсы болды деген әңгіме болды да. Бұл жерде тікелей сұрақ қою керек сияқты Саидаға. Егер де сол қарсылығын жойып, ол жобаға келіп, қайтадан қосылайық десе, сенің жауабың қандай болады? Нақты. Менің жауабым жоқ болады. Иә, осындай бір жауабын алу керек сияқты. Бірақ қосылу мақсатында емес қой. Саида? Жоқ, менің ол кісімен мүлде қосылғым келмейді, Балауса ханым. Все, как я решила уже осы жобаға келіп, жаңа өмір бастауға қадам бастым. Осы жерде жаңа өмір бастағым келіп жатыр, и үміткерімді күтемін. Жоқ, Саида, неге онда сен қосылмайтынды біледі екенсің да, бірақ жобаға шақырасың, елдің алдында оны позорын шашқың келіп отырмасың да? Былай мен позор шығарған жоқпын. Мен жай ғана өз мәселемді, өмірімде болып жатқан бәрін мәселелерді айттым. Саида, енді сізге хабарласқан жоқ па ол кісі? Кеше? Енді сіз эфирде айтып қалдыңыз ғой, бірақ кешегі айтқан сөздеріңіз басқаша, қазір басқаша. Ол кісі бәлкім сізге хабарласып, басқа бір ойын айтты ма, әлде қалай болды? Бір байланысқа шыққан жоқ па сізге? Жоқ, ешқандай байланысқа шықпады, бәрі ойдағыдай, бәрі жақсы менде қазір. Саида ханым, Иә. Айта бер. Балауса ханым, негізі Саида ойын дұрыс жек самай қалды деп ойлаймын. Өйткені оның айту бойынша мені мазалама деп, оданша мен отырған жерге қосылайыққа келді, өзің назыңды айтты, содан ары қарай сол ойымен кете бер деген сияқты оймен айтқан секілді. Саидаға қарайтын болсақ, қазірде настроение жоқ, сол айтқанына өкініп отқан сияқты, ары қарай да қосылғысы келмейді деп ойлаймын өзім. Негізі алдын Саидамен араласып жүрген кезде айтқан болатын, өзі негізі жақсы көріп тұрмысқа шыққанмын деп. Сосын ол кісінің тарапынан қателіктер болғандықтан сол үшін ажырасқанбыз деп айтқан болатын. Менің ойымша бұл жерде екеуі сөйлескен кезде осы жаққа кел деп шақырған. Себебі ол жігітке қатты көзі жетпей тұрғандықтан осы халықтың алдында қосылғысы келді деп ойлаймын. Алайда ол жігіт бұл жаққа келмеймін деп тіпті қатты қарсы болғандықтан мына жерден орындығынан айырылып қалмас үшін жоқ деп айттым дей салды деп ойлаймын мен. Негізі қосылғысы бар деп ойлаймын. Балауса ханым, менің ішіме ешкім қосылайық деп айтқан шығар. Бірақ оған да қатты сенімді болмағандықтан мына жерге кел деп айтқан болар. Ол мына жаққа келмеймін дегеннен кейін орындықты таңдап отыр деп ойлаймын. Бірақ та көңілі сол жігітте сияқты дейсіз, е? Саида, көріп тұрсыз ғой, барлығын анық тіке турасынан жеткізбесеңіз, әркімнің ойы әртүрлі болып кетуі мүмкін сіз туралы. Иә, Балауса ханым, ешкім менің ішіме кіріп шыққан жоқ. Мен өз ішімнен айтып жатырмын, қазір жүрегім бос, үміткер күтуге дайынмын, толықтай дайынмын. Жаңа өмірге қадам бастым, солай жалғастырамын. Біз балам екеуміз бақыттымыз. Жақсы. Аян? Жоқ, мен мына жерде жаңа түсінбей отырмын да, Шолпан ханымның айтып жатқанынша. Ол мына жерге болды, жоқ деп айтты, мына жерге шақырды деген сөз. Ол адамда менің сезімдерім қалып кетті деген нәрсе емес. Бұрын жақсы көргеніне байланысты нәрсе деп ойламаймын ол нәрсені. Ол жаңа өмір бастады, ол бұрынғы адамын жіберді. Тек сол мәселелерін шешіп алу үшін ғана осы жерге шақырып отыр деп ойлаймын, болды. Негізі көңілі бос сияқты ол қыздың. Жақсы, енді құрметті көрермен, бізде жарнама уақыты болып қалды. Жарнамадан кейін
таныстықта жүрген